бүгін премьерді чакыра турган күн эмес. Премьер бүгін өзі келіш керек парламентке. Анан бұл жерде Баткен облысындағы социалдық мәселелерді қараған жоқпыз. Баткен облысында стратегиялық мәселелер тұрады. Ошон үчүн бұл жерге премьер өзі келсін. Анан екінші мәселе, Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да? Сізді қошына мамлекеттің агенті деп беріп атады. Сіз оқыдыңыз да? Сіз Баткен облысында начальник УУД болғансыз, губернатор болғансыз. Бирок сіздің жетекчилигиңиз убагындағы ошол жердегі тажиктердин Шурапқа, ошол эле головной водозабордан кеткен водозаборго, ошолорду сіз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошол жердегі болгон иштер сиздин ошол тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетник комиссияны жетектегениңиз да туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес. Эгер сиз ошону окуган болсо, сиз бул жерде отставкага беришиңиз керек болуп атат. Во главе с правительством. Жабык тартипти карасак мен айтып берем, кандай маселелерди караган. 3-микрофон.